Сәлем футбол жанкүйерлері. Италия А сериясының тарихында бір ойында 3 гол соққан ойыншылардың көп екені белгілі ақ. Алайда сіз бір ойында 3 гол соққан қорғаушыны білесіз бе? Және бір ойында 3 голдың, яғни үшеуінде айып добынан соққан қорғаушыны білесіз бе? Ол югославиялық қорғаушы Синиша Михайловичтің Италия А сериясында жеткен жетістігі болып саналады. 1998 жылы 13 желтоқсан күні Италия А сериясының кезекті турындағы Лацио мен Сампдория арасындағы ойында югославиялық қорғаушы 3 голында айып добынан соғып жаңа рекорд орнатады. Одан бөлек югославиялық ойыншы Италия А сериясының тарихында ең көп айып добынан гол соққан ойыншы болып саналады. Бүгінде 52 жасар Синиша Михайлович Италия А сериясының Болонья клубының бас бапкері міндетін атқарады және 2019 жылы өзіне қойылған лейкемия диагнозын жеңіп шығу арқылы көпке танылған. Құрметті достар, егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Batinho KZ арнасы.